Атыраулық келіншектен 80 діни кітап тәркіленді. Полиция жедел іздестіру шаралары барысында 30 жастағы тұрғынды тоқтатты. Тексеру кезінде одан діни мазмұндағы әдебиеттер табылып тәркіленген. Хаттама толтырылып, бұл факті сотта қаралды. Процесс барысында атыраулық келіншектің діни кітаптарды Алматыдан арнайы сату үшін әкелгені анықталды. Судья заң талаптарын бұзған келіншекке айыппұл салды. Аталған әдебиеттер дін істері комитетіне дінтану сараптамасын жасауға жолданған болатын. Сараптама қорытындысына сәйкес, шынымен де 80 дана кітап діни мазмұндағы әдебиеттер екендігі анықталды. Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңының 9 бабының 3 тармағына сәйкес, әр атаудың бір данасындағы жеке пайдалануға арналғандарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағына діни әдебиетті және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдарды тіркелген діни бірлестіктер ғана жүзеге асырады делінген. Аталған тұлға діни әдебиеттерді әкелу барысында заңға қайшы әрекеттер жасағаны үшін айыппұл салынып, қызметі 3 ай мерзімге тоқтатылды.